Сәлеметсіздер ме оқушылар? Жайымызда атындағы Ақсу жоғары көпсалалы колледжінің мамандығы электр станциялары мен электр желілерінің электр жабдықтары. Бүгінгі тақырыбымыз асинхронды қозғалтқыштар. Жоспар бойынша қозғалтқыштың жалпы түсінігін қалыптастыру, қозғалтқыштың құрылысын, асинхронды машинаның статоры мен роторын және фазалық роторлы асинхронды қозғалтқыш пен қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыш жайында қарастыру. Қысқаша қарастыратын боламыз, бірақ толық лекцияны ссылкамен жіберіледі. Қозғалтқыш, мотор, латын тілінде қозғалысқа келтіретін деген ұғымды білдіреді. Қандай да бір энергия түрін механикалық жұмысқа түрлендіретін күш-қуат машинасы болып саналады. Қозғалтқыш құрылысының қарапайымдылығымен және пайдалануға ыңғайлылығымен ерекшеленеді. Асинхронды қозғалтқыш басты екі бөліктен тұрады, олар статор және ротор. Асинхронды машинаның статоры қозғалтқыштың айналмайтын бөлігі болып саналады. Статор өзекшесінің қалыңдығы 0,135 пен 0,5 аралығында электротехникалық болат пластиналардан жиналған. Пластиналарды қуыс қалатындай тығыздап жасалады. Құйынды токтарды азайту үшін пластина араларына лак, жұқа қағаз және тағы басқалар орындайды. Оқшаулағыштармен оқшаулайды. Осы пластинадан жиналған статорын корпусқа мықтап бекітеді. Асинхронды электрқозғалтқыш электр энергиясын механикалық энергияға түрлендіруге арналған электр машинасы. 1888 жылы 1889 жылы орыс электротехнигі Долево Добровольский үш фазалы асинхронды қозғалтқышты жетілдірген. Асинхронды электрқозғалтқыштың жұмыс принципі ротор мен статордың магнит өрісінің өзара әрекетіне негізделген. Статор орамалары арқылы ток өткенде айнымалы магнит өрісі пайда болады. Бұл өріс ротор орамында ток тудырады. Пайда болған ток айнымалы өріспен әсерлесіп, роторды ілестіреді, айналдырады. Оның бұрыштық айналу жылдамдығы, полюстер жұбының санын ауыстырып қосу, қоректік ток жиілігін реттеу арқылы жүргізіледі. Асинхронды электрқозғалтқыштың айналу бағытын статор орамасының кез келген екі фазасын ауыстырып қосу арқылы өзгертуге болады. Мысал келтіре кетсек, генератордың айналу бағыты сағат тіліне қарсы болса, қозғалтқыштың айналу бағыты сағат тілімен бірдей болып келеді. Асинхронды қозғалтқыштың құрылымы қарапайым әрі сенімді болғандықтан оны кең қолданады. Асинхронды қозғалтқыштың қарапайым конструкциясын қарастырайық. Бір дегеніміз мұнда білікті басқаша вал дейді. 2-6 деген мына жақтағы подшипниктер осы валды айналдыруға көмектеседі. Және 3-8 подшипниктің қалқандары, қалқан дегеніміз мына жақта крышка деп айтуға болады. 4 осы қозғалтқыштың табаны, осы табаны арқылы қозғалтқышты фундаментке бекітеді. 5 желдеткіш қаптамасы, ал 7 желдеткіштің өзі. Желдеткішті басқаша вентилятор деп айтуға болады. 9 қысқа тұйықталған ротор және 9 дегеніміз мына жердегі ротордың көрінісін көріп тұрсыңдар. Ішкі жағынан қарағанда қалай болады, және 10 дегенімізді статордың ішкі көрінісін көрсетіп тұр. Және мұнда 11 дегеніміз шығыстық қорапша. Қорапшаға статордың орамалары орналастырылады, және осы жерде жұлдызша, үшбұрыш жалғаулары манипуляциялар жүргізіледі. Асинхронды қозғалтқыштың құрылысындағы негізгі бөлігі ол статор және ротор. Статор қозғалмайтын бөлігі болса, ротор қозғалатын бөлігі. Статордың негізгі бөліктері болып өзекше, станина, орама, ал ротордығы өзекше, орама саналады. Статордың өзекшесіне келетін болсақ, бір-бірінен лакпен оқшауланған, қалыңдығы, табақшалардың қалыңдығы 0,35 пен 0,15 мм аралығын құрайтын жоғары сапалы болат электротехникалық болаттардан жасалады. Бұндай жасалған конструкция
құйынды токтарды азайтып, магниттелу шығынын төмендетеді. Өзекше ішіне орамаларды орнату мақсатымен ойықтар жасалады, ал өзекшені станинаға болтпен бекітеді. Станинаны фундаментке орнатады. Статордың орамасы осы станинаның ішкі жағында орналасқан және станинаның сыртыңғы жағына, ойықтарына орналастырылады. Мына жерде 2 дегеніміз өзекше, ал 3 дегеніміз орама. 3 фазалы орама мыстан және алюминийден жасалады. Фазалар бір-бірінен 120 градусқа ығысқан болады. Ораманы жұлдызша немесе үшбұрыш жалғауға болады. Бұл қозғалтқышты торапқа әртүрлі екі желілік кернеуге, мысалы желілік кернеу немесе фазалық кернеуге жалғауға мүмкіндік береді. Желілік кернеу өздерім 380 вольт екенін білесіңдер, ал 220 ол фазалық кернеудікі. Жоғары кернеу үшін орама үшбұрышқа, ал төмен кернеу үшін орамалары жұлдызшаға жалғанады. Орамалардың шықпасын S1, S2, S3, S4, S5 деп осылайынан белгілейді, ABC фазаларына сәйкестендіреді, және осы оң жақтағы B суретінде жұлдызша жалғау болғанда осындай ретпен S6, S4, S5-ті бірге біріктірсе, үшбұрыш жалғау болғанда жаңағы А суретіндегідей S6 мен S1-ді, S4 пен S2-ні, S5 пен S3-ті біріктіреді. Ал роторы қысқа тұйықталған және фазалық болып екіге бөлінеді. Ротордың өзекшесі цилиндр тәрізді жасалады және ораманы орналастыру үшін ішіне ойық жасалған. Роторлар валға бекітіледі. Қозғалтқыштың білігіне орналастырады. Ал білік болса подшипниктен құралған. Подшипниктер подшипниктің қалқанының ішінде орналасады. Қысқа тұйықталған ротор өзекше мен орамадан тұрады. Оң жағында орама мыс стержендерден жасалады және өзекшенің ойығына орналастырылған не болмаса өзекше ойықтарына қысымның күшімен құйылған алюминийден жасалады. Ораманың шеткі жақтары қысқа тұйықталған сақинамен тұйықталады. Демек, екі жағында ораманың екі жағын жабатын тұйықталған сақиналар бар. Мұндай ораманы тиын тәрізді деп атайды. Бұл ротордың кедергісін өзгертуге болмайды. Фазалы ротор. 3 фазалы орама жұлдызша сұлбасымен жалғанған. Орама өзекше ойығына орналастырылады. Ұштары біліктің ішінен тысқары шығарылып, машина білігіне қозғалыссыз бекітілген 3 түйіспелі сақинаға жалғанған болып келеді. Машинаның мына жағында сақиналы орамалары сол жағында, және сол сақиналы орамалар жайында айта кететін болсақ, жұмыс жасау барысында сақинаның бетіне щеткалар сырғанайды. Щетка орналастырып, олар соның бетінде сырғанайды. Оған іске қосу тогын азайту үшін, не болмаса ротордың айналу жылдамдығын реттеу үшін іске қосқыш, не болмаса іске қосқыш реттегіш реостаттар жалғанады. Осы міне щетка ұстағыштар. Жаңағы сақинаның бойына орналастыратын екі түрі болады. Және асинхронды машинаның сұлбаларын қарастыратын болсаңдар, міне сол жағында А суретінде асинхронды қозғалтқыш қысқа тұйықталған роторымен, ал оң жағында фазалық роторымен орындалған. Фазалық роторымен біраз күрделірек, бірақ реттеу жағынан осы қозғалтқыштың барлық сипаттамаларын ретке келтіру жағынан өте тиімді болып саналады. Мына жақта 1 деген ол статордың орамалары ABC фазаларымен, және 2 деген ротор орамалары. Сол жақта да дәл солай. Келесі фазалы роторлы асинхронды қозғалтқыштың сұлбасын сендерге мұқият қарап, әрбір деталін, бөлігін қарап оқып, осы бөліктерінің маңызын лекциядан
көшіріп алу қажет болады. Ол келесі сабаққа тапсырма ретінде үй жұмысына қалсын. Келесі міне тапсырмам сабақты бекіту үшін осы сұрақтарға өздерің жауап беріп көріңдер. Және де тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.